Сәлем достар, баршаңызға менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айзада. Бүгін біз сіздермен дәл осындай мамықты, жұмсақ әрі дәмді болатын пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен бәлішіміздің ашытқысын дайындайтын боламыз. Ол үшін жылы сүттің үстінен ашытқыны саламыз, қантты саламыз және ұнның сәл бір мөлшерін салып, араластырып, бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Яғни біздің ашытқымыз көпсіп көтерілуі қажет. Құрамына керек барлық заттарды видеоның астында қалдыратын боламын. Ашытқыларыңыз жел қақпайтын жылы жерде тұруы қажет, бетін міндетті түрде целлофанмен жауып қойыңыздар. Ашытқымыз көтерілгенше жұмыртқаның сарысы мен қантты миксердің көмегімен аппақ көпіршік болғанша араластырамыз. Дәл осындай масса болуы қажет. Енді осы массаның үстінен көтерілген ашытқымызды саламыз, оның үстінен ванилин саламыз және де сәл бір шымшым тұз салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін үстінен ұнымыздың қалған бөлігін салып, қамыр илейміз. Қамырымыз иленгеннен кейін оның үстіне еріп, бөлме температурасына дейін суыған сары майды құйып, сары майымыз сіңгенше қамырды илейміз. Сіздерде де дәл осындай жып-жылтыр әдемі қамыр шығу тиіс. Бетін жауып 1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Ашыған қамырымызды тағы да бір рет илеп, екінші қайтара көтерілгенше бетін жауып жылы жерге қоямыз. Көтерілген қамырды екі бөлікке бөлетін боламыз. Бір жағын үлкенірек және екінші жағы сәл кішірек болады. Үлкен жағы біздің пирогымыздың асты болады, яғни негізі. Ал кіші жағымен біз пирогтың бетін сәндейтін боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей 26 сантиметрлік формамызды алып, қамырды форманың ішіне қолмен жайып шығамыз, шетіне сәл бортик жасаймыз. Қамырымызды жақсылап орналастырғаннан кейін бетіне тәтті салмасын салатын боламыз. Бұл жерде менде өрік тосабы, мен оны блендердің көмегімен сәл езіп алдым. Салмаларыңыз тым көп болып кетпесін, өйткені пирогтың шет-шетімен ағып кететін болады. Сіздер өз қалауларыңызша кез келген салма пайдалансаңыздар болады. Енді қамырдың жаңа кішірек бөлігімен бәлішіміздің бетін сәндейміз. Менің қалай сәндегенім осы видео барысында толығымен көрсетілген. Сіздерде дәл мен сияқты жасасаңыздар да болады, немесе өз қалауларыңызша басқалай сәндесеңіздер де болады. Достар, сіздер маған әлі тіркелмеген болсаңыздар, видеолар ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Мені каналымның әрі қарай дамуына үлес қосуларыңызды өтінемін. Ал видеоларымды үнемі қолдап отыратын тұрақты көрермендеріме үлкен рахмет айтамын. Пирогымыз дайын. Енді дәл осы қалпында бетін орамалмен жауып 15 минутқа қоямыз. Одан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, әдемілеп, қызып тұрған пеште 160 градуста 35-40 минутта пісіреміз.
Сіздер температурасын өздеріңіздің духовкаларыңызға қарай қойыңыздар. Піскен бәлішті формада әбден суытамыз. Осымен біздің ерекше дайындалатын мамықтай жұп-жұмсақ пирогымыз дайын. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.